Сәлем достар, сіздермен Алишер Келгенбай. Мені танитындар болса, және жаңадан менің влогымды көріп жатқан адамдар болса, менің есімім Келгенбай Алишер Нұрханұлы. 1995 жылы тамыз айының 2 күні дүниеге келгем. Алматы қаласында дүниеге келгем. Ал енді достар, мен осы влогты не үшін бастап отырмын? Бүгінгі влог бұл мен Түркістан қаласына шығып бара жатырмын жарысқа, журналистер арасындағы жарыс республикалық. Біз ол жерде Хабар арнасымен, яғни Хабар телеканалының командасымен барамыз. Сол себепті біз қазір Нұрлы жол деген Нұр-Сұлтан қаласындағы жаңа вокзалға барамыз. Сол жақта біз Хабар командасымен кездесеміз. Кет, достар! Нұр-Сұлтан қаласындағы Нұрлы жол деген керемет осындай темір жол, темір вокзалы ма қалай? Темір жол вокзалы. Қарап тұрсаңыздар, өте үлкен. Ал біз міне пойызға асығып келе жатырмыз. Сапиньон. Что там, қалай дайындық жарысқа? Настрой қалай? Настрой жақсы ғой. Бешеный ма? Иә. Бұйырса миллионның жүлдесін қайталаймыз. Ал мне Шыңғыс деген жігіт, Лачо SX. Это твой первый влог, я тебе желаю, чтобы этот влог у тебя развивался, и лайк, коммент у тебя было много, бро. Ұялып қалды. Там жоқ, брат, просто не айтарым білмей қалдым. Біз әлі жүріп келе жатырмыз. Мен Нұрлы жол вокзалының ішін көргілеріңіз келсе, өте керемет. Конти! Брат, тебе надо монопаду было снимать. Бар ғой менде мана. Не алып шықпайсың зачем? Вагондардың сан реті құрамның сүйімен басталады. Пойызға Вот Тим Хабар. Жолға шығып бара жатырмыз. эскалаторлар платформалар үстінде. Yamborghini chain, rest in peace to my superior. Hermes Linka feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on BET and start tearing up. I'ma start killing niggas, how you get that tripe? I attended Harlem picnics where you risk your life. Uncle used to... Назар деген жігіт, ассалаумағалейкум. Настрой қалай? Настрой. Қалай? Суббота көреміз, суббота. Ну что там настрой қалай жарысы? Осыма қалайсың кәдімгідей Сақал мұт. настроймен. Брат, бұл біздің назарда емес, ондай қорықпай смело тұрып сөйлей бер. Сіздің назар біздің назарда болсын. Бүгін 18:00-де. Уважаемые пассажиры, допускается бесплатная провозка. Ал біздің алдымыздағы жігіт ол Айбек деген Хабар командасының қақпашысы. Түркістанда болатын жарысқа настрой қалай? Бұл Түркістанға біз чемпион ретінде баратынбыз. Жалпы Шымкенттен тек чемпион болып қайтқанбыз бұған дейін де. Бұл жолда сол чемпиондық атақты қорғап, жеңімпаз болып оралу мақсат, және сол мақсатқа Алла қаласа жетеміз деген сенімдеміз. Бәрекелді. Алдарыңызда енді джуниор, кішкентай джуниор. Бірақ та бұл журналистер арасындағы сұрмерген. Настрой қалай Түркістанда? Жақсы настрой, аман есен. Не деп айтасың? Өртейміз? Өртеп кетеміз. Я, достар, өздеріңіз көріп отырғанда мен шырайлы Шымкент қаласына келіп жеттік. Шымкент теміржол вокзалы. Это наш... Vamos, ты қойсаң. Это наш кемп. Его зовут Шымкент. В ней люди из Ташкент. В PUBG мы приземляемся в буткемп.
Всем позитива, друзья. Қалай Шымкент? Секс. Назар, Шымкент қалай? Мен не айтамын. Отаныңа оралдың да бауырым? Мен үшін өте ыстық болып жатыр, шешіп салсам деп жатырмын. Junior қалай? Шымкент қалай Шымкент? Сіздің ба? Сапар. Так, достар, біз қазір атақты Некрасова көшесінің бойындағы сорпаны ішуге барамыз. Некрасованың сорпасына қазір баға береміз. Міне, достар, Некрасова көшесінің бойы. Келдік. Міне Ақ Дастархан деген бізде кафешка. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Екі столды қосып бірге Жайғасыңдар жігіттер. Пах. Атақты Некрасова сорпасымен. Аузынан сіликей ағып отыр жігіттер. Осының алдында естіден ма? Осыны заказ бердік те еще үстіне шашлык береміз ба деп ойланып қалдық. Ауф. Ал достар, міне шықтық. Короче, Некрасовадан. День добрый, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в Чимкенте, на юго. Короче, шіріп Город очень Сұлтан Құрманның жанкүйерлері. Ну, можно от тебя сына? Камераға сәлем де қойып. Crazy Mr. You. De Paris au Roller Q. De Marrakech à Bollywood. Casa Negra. Достар, міне біз Самал авто вокзалына бара жатырмыз. Себебі бізді Түркістан күтіп тұр. Бүгін кешке біз Түркістанда боламыз. Сөйтіп ертеңгі болатын жарысқа дайындаламыз. Арғы күні болады жарыс. Арғы күні болады екен. Ертең бізде экскурсия болады Түркістан қаласындағы достопримечательности дейді ғой. Керемет зәулім үйлеріне барамыз. Көне тарихи шаһарларға барып Түркістанды бір саяхаттап қайтамыз. Түркістанға шығамыз кән. Сапа әндетші кән. Бол-болы бақтарда Сайраған, қыргүлі құлпыры жайнаған, Түркістан деген өлең ғой жалпы. Кеттік біз Түркістанға. Бол-болы бақтарда сайраған, қыргүлі құлпырып жайнаған, ол қызы шаттығын тойлаған, киелі күмбезді Түркістан. Бол-болы бақтарда сайраған, қыргүлі құлпырып жайнаған, ол қызы шаттығын тойлаған, Түркістан. Ал енді көзді ашып жұмғанша біз Қазақстанның мәдени қаласына келдік, Түркістан қаласы. Мәдени астанасы деп Нұрсұлтан бауырымыз түзетіп жатыр. Шынымен де керемет қала. 5 жыл бұрын бұл жер мүлде басқалай болатын, ауыл сияқты болатын. Бірақ қазіргі таңда өте керемет қалаға айналыпты. Бәрекелді. Баланы көрсетші камераға. Дибалан көрсетем. Так, достар, біз керемет қонақ үйге жайғастық. Себебі не үшін? Себебі біздің тура қарама-қарсы тұста Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Біз оны біраз уақыттан кейін көре жатармыз. Ал енді қазір 6 адамдық бөлмеге біз командамызбен кіреміз. Өте жақсы деген ойдамыз енді. Енді бұл курорт емес, сол себепті нормально. Так, достар, біз қонақ үйге жайғастық. Енді жақсылап демалып болу керек. Сіздерге айтатыным,
бірінші бөлімнің соңы. Бұл лайк қоймаңдар, комментарий жазмаңдар, колокольчик деген нәрсені баспаңдар, себебі ары қарай қызық болады, оны ешкім көрмеу керек, өзіміз тихаря көреміз.